Момбек Әбдәкімұлы, Қараман қарақшы, жөйттермен арпалыс. Қараман енді байқады, бала шынында жансыз жатыр екен. Ал мынау жөйттің әлгі сөзді жайбарақат айтқанына қатты ашуы келді. Сол ашудың оған қалайша тез жетіп келгенін өзі де байқамады. Хайуан жөйт, адамның өлгені саған малдың өлгенімен бірді ғой, деп басымен оны бір ұрып шалқасына түсірді. Бұлар зорға ілесіп жүрген шал мына соққы қайдан төтеп берсін, жерге гүрс еткені-ақ демсіз қалды. Бұл кәртамшы осылай жата берсін, жүріңдер, үшінші баланы іздейік. Үшінші апан өлген баланың апанына қарама-қарсы жерде екен. Ол бұларды көре салып, еңбектеп ары-бері қаша бастады. Тура байлаулы ит сияқты. Ары қашса да, бері қашса да арқан жібермейді. Ол да қарамандарды жөйттер деп ойласа керек. Тимеңдер маған. Жылауыңды тоқтат бала, саған тимейміз. Қайта сені босатуға келдік. Қазір өзіңді босатып сыртқа шығарамыз. Бала бәрібір сенбеді. Алдында жатқан ыдысты алып бұларға лақтырып жіберді. Бірақ байлаулы қолы оны алысқа әрі қатты лақтыра алмады. Дегенмен ыдыс ұшып келіп артықтың аяғына тиді. Ой, әкеңнің бұған жақсылық жасайын деп жатсақ, бұл өзімізге қарсы шыққан несі? Жә, тоқта, аяғың сынып кеткен жоқ шығар. Мұның орнына сен болсаң өзіңде солай істер едің, деді Қараман. Содан анаға небір жылы сөздерін айтып байлаудан босатты. Байлаудан босаған соң ғана ол бұларға сенейін деді ме, бақыруын да жылауын да қойып икемге келді. Бірақ қанша уақыттан бері мынадай күйде жатқандықтан есі ауысып қалған ба, әлде жоқ, әлде көзіне көрінген адамның бәрін жөйт деп санасына орнығып қалған ба, әйтеуір Қараманның сөзіне еліп моп-момақан болып тұрған ол сәлден соң бар дауыспен айқайлап жіберді. Артықты итеріп тастап, қап-қараңғы дәлізді бойлай жүгіре кетті. Ей, тоқта, қашпа деймін, қап ақымақ-ай. Енді шығатын есікті таба алса мақұл. Қараман, есікті таба алса мақұл дейсің, шыға берістегі Шөңгібайдың жанын алмаса болған, деді артық. Шөңгібай оған ой бере қоймас. Бірінші босатқан баланың арқан аяқтарын қиып қажап тастапты. Оны сырайыл қолтықтап алған. Төртеуі кері бұрылды. Алда Қараман, одан соң артық келе жатты. Сәл жүрген соң алдарынан біреудің қорылдаған дауысы естілді. Бәрі тоқтай қалды. Зындан апандарында тағы біреу бар-ау деймін. Қараман жан-жаққа құлағын тосты. Бағана үйдегі жөйт зынданда шақ бала бар деген жоқ па еді, деді артық та таң қалып. Ей бала, зынданда қанша адам жатыр еді? Білмейтін бе едің? Анау білмеймін дегенде иығын қомдады. Ал әлгі қорылдаған дыбыс осы сәт бірте-бірте басылды, басқа бір қырқыр еткен дауысқа ұласты. Оның алдындағы жақтан шығып тұрған балалар осы кезде ғана барып байқады. Тез жүріңдер. Қараманның бұйрығы қысқа болды. Оның соңынан қалғандарды асыға басты. Алайда балалар ұзақ жүрмеді. 10 шақты қадамнан кейін-ақ кілт тоқтады. Тоқтамай қайтсын. Жаңа ғана Қараман басынан бір ұрып сілейтіп кеткен жөйт шал әлгіндегі қашқан баланы тамағынан сойып тастап, шапшыған қанын сорып ішіп отыр. Бұл көріністі көргенде бұлардың үн шығаруға шамалары келмеді. Қараманның өн бойы суып, жүрегі тас төбесіне шықты. Қорқыныштан емес, ананың соншалықты адамшылықтан тыс, жыртқыштыққа тән хайуандық әрекетінің көрінісінен. Жанындағыларға бірдеңе дегісі, айқайлағысы келген, бірақ тілі күрмеліп сөйлеуге келмеді. Ер жүрек Қараманның өзі мұндай күй кешкесін басқалардың қандай жағдайда болғаны түсінікті ғой. Бәрі сілейіп қалыпты. Тек жаңа босанған бала ғана «Ей-ой» деп біртүрлі дыбыс шығарды да тізерлеп отыра кетті. Оның осы дыбысына Қараман селт етіп қолындағы шырағын түсіріп ала жаздады. Алайда селт еткенмен есін жия алмады. Бұның есін тек бұның ғана емес, бәрінің есін анау қан ішкен жөйт жидырды. Мен ұрып талдырып кеттік деп ойлайтындар ма? Тапқан екенсіңдер. Жүгіріп келе жатқан мынаны шалып құлатып бауыздап жібердім. Мен жөйт емеспін бе? Адамның қанын ішіп алсам күшейіп кететін. Енді алысып көріңдерші менімен. Шеттерінен жайратып бауыздап қандарыңды ішейін. Жаңа ғана зорға жүрген шал жас балаша орнынан атып тұрғанда, бұлардың бәріне сәл-пәл ес кіріп артқа шегінді. Шалдың қолында қайдан алған белгісіз ұзын пышақ. Сірә пышақ қонышында болса керек. Әйтпесе көрдей қараңғы мына зындан ішінен оны қайдан таба қойсын. Пышақ жүзі шырақ жарығымен жалт-жалт етеді. Бағана Қарамандар зынданға таяқтарын тастамай кірген. Сәл артқа шегінген бұлар таяқтарын көлденең ұстап, шалға қарсы тұра қалысты. Қараман шырағын жерге қойып, таяғын қос қолдап сығымдады. Шал ығатын емес, пышағын кезеніп қарсы жүрді де 2-3 қадамнан кейін тоқтады. Қараман оның жүзіне бағанағы жөйтті байқамаған еді, енді байқаса ол тура құбыжықта екен. Маңдайы тар, екі бетінің сүйегі шығыңқы, кемек, еріндері салпиған, көздері қысық. Осындай көріксіз сұрқия бетінің бәрі қан-қан, анау сорлының қаны. Ол бұлардың әрқайсысына кезек-кезек көз тастады. Мыналарды ертіп келіп жүрген сен ғой,
сені бірінші өлтірейін. Ол жақындай бергенде Қараман таяғымен салып жіберді. Таяқ тура басына тиді. Шынында қаншып алған Жойыт шалқышты болып кеткен бе, соққына ұрсынған жоқ қайта. Бастан ұрды ге, ұра бер, мен бәрібір құламаймын. Қараман екінші рет таяғын құлаштай сермеді. Шал таяққа қолын тосты. Тосқанымен үлгере алмады. Таяқ тура құлақ шекеден тиді. Бұл соққы оңай тимеді, анау теңселіп кетті. Осы кезде Сырайыл мен Артық та оны таяқтап жіберді. Қараман да ұрып жатыр. Жан-жақтан ұрған 3 таяқ қойсын ба, шал жерге көрсетті. Балалар ұруларын сонда да тоқтатпады. Ұрып жатыр. Өңкей кепкен қарағаштан жасалған сойыл іспеттес таяқтардың соққысы оңай болушы еді. Аздан соң шалдың бет-аузы қан жуып, ем шығаруға шамасы жетпеді. Енді өлген шығар, найсап қан ішкен соң құтырынып шыға келгенін қараш. Сырайыл мен Артық та ұруды тоқтатты. Қараман жердегі шырақты қолына дереу алды. Жатқандардың ешқайсысына енді қарамаңдар, шошқап жүресіңдер, тез шығайық сыртқа. Ой, мына баланы кім, шал қайда деді, шыға берісте бұларды күтіп тұрған Шоңгыбай. Шал өлді, жүріңдер, енді ана үйдегілерді әбден таяқтап тастап кетейік, өлсе өлер, өлмесе қалар. Ей, Қараман, тоқта, олардың біреуін ұрмай өзімізбен бірге ала жүрейік, есімдіктер жатқан жерді көрсетсін де, бұларсыз қалай табамыз оларды? Иә, дұрыс айтасың, Сырайыл. Мен қыз балықпен бұл жағын ойламаппын. Біреуін сілейті соғып тастайық та, біреуін ертіп кетейік. Айтпақшы, Шоңгыбай, бұл жақта бәрі тыныш па? Сыртта бәрі тыныш қой, ал зынданда не көрдіңдер, айтсаңдаршы. Не көргенімізді кейін естисің, тез-тез қимылдап таң атпай, есімбектерді тауып алайық. Серіктерінің аман сау екендіктерін көргенде Жүсіп қуанып кетті. Ой, сендер кешіккен сайын жаным қалмай отыр еді. Келгендерің қандай жақсы болды. Зынданнан бірақ бала алып шыққансыңдар ма? Мыналар үшеу деген сияқты еді. Не болған кейін айтамыз, қазірше мыналар сөйлесу керек болып тұр. Әй, Жойыттар, қайсың бізді Қашқар Тепеге ертіп барасыңдар? Менің түнде көзім жақсы көрмейді. Мынау барсын, деді, төрт жақтағы жанындағысын егімен нұсқап. Жолды жақсы білесің бе, деді Қараман оған. Білем ғой. Жүсіп, мұның байлауын шеш, бірақ қолын босатпа. Жүсіп Қараманның бұйрығын тез орындап Жойытты тұрғызды. Ал екіншісін Қараман, Сырайыл, Артық үшеуі жабылып таяқтармен сабап берді. Таяқталған Жойыт алдында қатты айқайлағанмен артынша үн өшті. Бәлкім үні біржолата өшкен шығар, бұлар оны тексермеді. Әйтеуір ол қандала болған күйінде сұлап қала берді. Егер сен қазір бізді алдап басқа жаққа апаратын болсаң, осылай ұрып айдалаға тастап кетеміз. Сол үшін Қашқар Тебеге тура апар. Апарам, тура Қашқар Тебеге апарам, деді жаны қалмаған Жайыт сорлы. Атың кім сенің? Пайзук. Ал Пайзук, баста бізді. Жойыттердің үйінен шыққан соң Пайзуктың көрсетуімен Сыргелінің шығыс жағына қарай жүрді. Сыргелден шыға бергенде, тоқтаңдаршы, мына баланы ақсаңдатып қалай алып жүреміз? Осында тастап кетпесек болмайды, деді Сырайыл. Қараман оның атын зындан ішінде сұрап алғанда, Сырайыл жаңаған айтқанда оған қарады. Құдай берген, осында қалып, анау ағаштың түбінде отырып, бізді күтсең, қорықпайсың ба? Ойбай, қорқам, Жойыттар тағы ұстап алса қайтемін? Сені Жойыттар қашан ұстап еді? Анығын білмеймін. Олар мені ұстағанда жерде әлі қар бар еді. Мұны қай уақытта ұстаған анық білмеймін, деп шап етті Пайзук. Мұны Шорас пен Айтолы Шорсудағы базардан ұстап алып келген деп естігем. Бұл баланың зынданда жатқанына 60 күндей болып қалды. Сен қанша баланы қай жерде һәм қашан ұстағандарында кейін айтарсың. Ондай жауапты алармын әлі сендерден. Ал қазір үніңді өшіріп тұр. Құдай берген, бізге бірге жүруге шыдайсың ба? Шыдаймын, онда жүре бер. Теп-тегіс даламен шамасы 1 сағаттай жүргеннен кейін бұлардың алдарынан қарауытқан бірнеше төбелер көрінді. Батып бара жатқан айдың күңгірт жарығы төбелердің қандай екендіктерін байқатпай тұр. Бұлай қарасаң, олар әшейін төбелер сияқты. Олар анадай жерден көрінгенде Пайзук тоқтай қалды. Қашқар Тебе деген төбелер осылар. Ана ортада биіктеу көрінген төбенің асты үңгір. Онда үңгір бар екенін ары-бері жол жүрген жүргіншілер байқай бермейді. Әрі бұл жер жол үсті емес, кейде таудан шаһарға, болмаса шаһардан тауға осы төте жолмен бірлі-жарымды жолаушылар өтетін болса, Шорастың адамдары оларды аман жібермейді. Төбе астында қабат-қабат үңгірлер көп. Бұл біздің ата-бабаларымыздың құпия мекені. Біз де мұны құпия ұстаймыз. Бұл жерге біздің адамдар тек түнде келеді. Ал қыста жерде қар болғандықтан мұнда тегі келмейміз. Себебі қар түскеніз бізді әшкерлеп қояды. Қойшы, оның бәрін айтып не керек? Ана үлкен төбенің үстіне шықсаңдар, бір адам емін-еркін кіріп шығатындай тесік бар. Тесік үстіне шөп байланған, қақпақпен жабылған. Аса зер салып қарамаса қақпақты байқау қиын. Ал төбенің 4 қабырғасында сорын індей 4 тесік бар. Бұлай қараған адам оны індеп ойлау мүмкін.
Бірақ олар індер емес, сол тесіктер арқылы ішке ауа кіріп тұрады. Әрі іште отырған адам сыртты бақылап отырады. Ал Қашқар тебені үңгірдің қай төбеде екенін көрсеттім ғой. Енді мені жіберетін шығарсыңдар. Алдамағанымды көрдіңдер. Сен әлі үңгірді көрсеткен жоқсың, ал біз оны әлі көрген жоқпыз. Алдымен сол жерге апар, бізді үңгірге түсір, одан соң достарымызды құтқарайық. Содан кейін ғана өзіңді азат етеміз. Қараманның сөзіне Жойт ештеңе дей алмай қатты күрсінді. Өкпең түскірдің сонша күрсінуін қара, деді Сырайыл. Үңгірде қазір кімдер бар? Шорас пен Айтолы бүгін үйге келмеді, олар осында. Олардан басқа тағы 3 жігіт бар. Үңгірде күнде 3-тен жігіт ауысып күзетеді. Ұсталған адамдарды үңгірдің қай жеріне қамайды? Ең астына. Үңгірге түсу үшін тек төбедегі тесік арқылы ғана кіру керек дейсің ә? Басқа жол жоқ па? Айттым ғой, басқа жол жоқ деп. Жарайды, оған кірудің амалын өзіміз табармыз. Енді керегің жоқ сенің. Бірақ аман кетемін деп ойлама. Қазір өзіңді өлтіріп осында тастап кетеміз. Не үшін өлтіресіңдер мені, көкем-ау? Айтқандарыңның бәрін істедім ғой, деп Жойт дір-дір етті. Шыныңды айтпағаның үшін. Басқа қандай шындық керек? Жойт жылармен халге жетті. Қараман таяғының онымен нұқып-нұқып жіберді. Ал жігіттер, таяқтайық мұны. Тек басынан ғана ұрыңдар. Жоқ, бірінші аузынан ұрып тістерін сындырайық. Айқайлауға шамасы келмей қалсын. Жүсіп пен Шөңгібай таяқтан оңтайлап Жөйтке жақындады. Осы жолы өзінің өлетіне көз жетті ме ол? Қараман, тоқтат мыналарыңды. Енді есіме түсті. Төбедегіден басқа үңгірге кіретін тағы бір жол бар. Соны көрсетейін, деді. Ах, сұм Жойт, тағы нең бар есіңе түспей тұрған? Қашқар тебені көрдік. Енді бізге сені өлтіре салу түк емес. Жаңағы айтқан жолың қай жерде? Қазір көрсетемін. Тек өлтіре көрмеңдерші. Пайзық топты ортадағы дәу төбенің етегіне ертіп келді. Онда келгесін бір жерді айналшықтап көп жүрді. Міне тесік, осы жерде болу керек. Қайсыңда кеуірт бар? Жағыңдаршы, тап басып таба алмай тұрмын. Сырайыл кеуірт тұтатты. Пайзық тұрған жерін бір-екі тепкілеп еді, аяқ астынан дөңкілдеген дыбыс шықты. Қақпақ осы. Үстіне шөп төселген. Жаңа ғана өскен көк шөптердің арасында шынында ескі мышқырт жатыр. Қақпақ үстіне төселген шөп сол болса керек. Оны көрген Сырайыл сөйледі. Біз бәріміз аңқаумыз, Қараман. Сен мына Жойттың үңгірге кіретін тағы бір жолдың білетіндігін қайдан сездің? Мұндай апанға кіретін жолдың біреу-ақ еместігі арқылы бар адам бірден сезу керек қой. Оның үстіне Жойттер төбе басына үнемі ентігіп шығып жүреді деймісің? Қой енді, үңгірге кіруге әрекеттенейік. Пайзық ашық қақпақты. Ішкі жолы қандай үңгірдің? Төбеден түссең баспалдақты жол бар. Ал мұндағы жолда біраз жерге дейін бір кісі еңкейіп қана жүре алады. Ары қарай үңгір кең. Кіре берсе ешкім қарауылдамай ма? Іштегілер үңгірге бөтен адам кіре қояды деп ойламайды. Бірақ қақпақты іштен байлап қояды. Онда мұны қалай ашамыз? Бағаналы бері осы жайлы сұрамай тұрсыңдар ғой. Қақпақтың сыртында ілгек те жоқ. Іштегі байлаулы қақпақты көтертпейді. Үңгірге кіру үшін тек қақпақтың жанын қазудан басқа амал жоқ. Төбедегі қақпақты аша алмаймыз ба? Ол да іштен байланады. Бұдан кейін балалар жерді немен қазуды ойласып, біраз жер сөйлесті. Күрек кетпенсіз ештеңе істей алмайтындықтарын ұққан Қараман, құрал-саймандарды қайдан аламыз енді, деді. Үйге қайта барудан басқа шара жоқ, деді Пайзық. Немене, бізге түні бойы екі ортаны жол қылыңдар деймісің, деп кіжіне сөйледі. Сырайыл оған қарап, Сіргелге қайта барып келгенше таң атар, одан да мына қақпақтың үстіндегі шөпті тазалайық. Пайзық, қақпақ ағаштан жасалған ба? Иә. Қараман, қақпақ жонылған ағаштан жасалған. Олай болса бір әрекет жасап көрейік. Балалар қақпақты шөптен тазартты. Ол бір-біріне қиюластыра жапсырылған жонылған ағаштардан құралған екен. Қараман кеуірт жағып, ағаштар арасындағы сызаттардың қандай екенін байқады. Сызаттар арасына пышақ жүзі емін-еркін кірерлікті екен. Сіргелге барып күрек іздеп әуре болғанша, қақпақ ағаштарын пышақпен жонғанымыз оңай. Қол сиярлықтай тесік ойып алсақ, іштегі жіпті қиюға болады. Қараман сызат арасынан қанжармен соғып, ағаштарды жона бастады. Қақпақ ағашын бір пышақпен балалар кезек-кезек жонып, әп-сәтте жіптеуір тесік жасады. Сырайыл тесіктен ішке қол соғып, ілгекке байланған жіпті қиып, қақпақты көтерді. Пайзық, сенің адамдарың жатқан үңгірге дейін қанша жер? Азғантай ғана жер жүреміз. Алда Сырайыл екеуміз жүреміз, артта Жүсіп пен Шөңгібай. Пайзықты ортаға алып жүрсін. Құдай берген осында қал. Біз келгенше қорықпайтын шығарсың. Құдай берген басын изеді. Ал Қараман бастаған балалар Пайзықты ортаға алып ішке кірді. Үңгір іші тастай қараңғы. Алда Қараман еңкейіп ақырын жүріп отырды. Жол не төменге, не жоғарыға шықпайтын түп түзу екен.
Бір кезде алдыңғы жақтан жылтыраған от көрінді. Бұл не от? Шырақ қой, деді Пайзық. Шөңгібай егер Пайзық айқайлап серіктеріне хабар беретін болса, Жон арқасына пышақ сұғып алып: Қараман, маған айқайлап не көрініпті? Жай сөйле, серіктерінің бәрі бірге жата ма? Әлбетте. Бізді көрдің ғой, ештеңеден тайынбаймыз. Егер алдасаң, өлдім дей бер. Дыбыстарыңды білдірмей жүріңдер. Алға жүрген сайын үңгірше кеңейе берді. Шыраққа жақындаған кезде үңгір ішінде бойларын тіктеп алуға да мүмкіндік туды. Ал шырақ тұрған жер кең бөлме екен. Бөлме табанына құрғақ шөп төселіпті. Шөпке жайылған тулақтар үстінде 5 адам қатарынан ұйықтап жатыр. Жүсіп Пайзықты ұстап тұр, деп сыбырлады Қараман. Қалғандарымыз мыналарды жатқан жерлерінде сілейтіп салайық. Осыны айтты да бергі шеттегінің басына таяғымен бір қойды. Сырайлар секіріп келіп қалғандарын төбелей берді. Алғашқы соққы жөнді тимеді ме, жүйттер айқайлап бастарын көтермек болды. Алайда кейінгі соққылардан соң үн шығаруға шамалары келмеді. Ал балалар олардың өлгендеріне қарамай әбден сабалады. Таяқ соққылары тек бастарына тиген соң не оңсын? Бұлар ұруларын тоқтатқанда жүйттердің бірде-бірі ләм демей шығармай жатты. Пайзық Есімбектер қай жерде? Қастыңғы үңгірде. Шөңгібай, Жүсіп осында қалыңдар. Мыналардың біреуі ес жинай басса, өлтіре соққылаңдар. Ал Пайзық, сен баста бізді астыңғы үңгірге. Айтпақшы, мұнда басқа шырақ бар ма? Анау дуалдағы дершелер шыраққа толы. Сырайлы үңгір қабырғаларындағы дершелерді тізілген шырақтың бірін алып ұстатты. Бөлмеші одан бетер жарықтанды. Оң жақтан қарауытып апан аузы көрінді. Пайзық ешкімнің бұйрығын күтпей-ақ сол апанға қарай жүрді. Оның ойын түсінген балалар үн-түнсіз соңынан ерді. Апанның ішкі жиегінде қолымен тегістеліп жасалған баспалдақ бар екен. Кісі бойындай тереңіректе тағы бір үңгір бар екен. Үңгірдің қаншалықты кең екендігін балалар байқай алмады. Сәл жүрген соң Пайзық айтты: Тағы төменге түсеміз. Жарықты мұнда түсіріңдер. Сырайлы ол көрсеткен жерге жарық түсіріп еді, тура әлгіндей баспалдағы бар апанды көрді. Топырлап төменге түсті. Астыңғы қабаттағы үңгірлер де кең екен. Пайзық балаларды үңгірдің бір шетіндегі 3 шұңқырға ертіп келді. 3 шұңқырда екі-екіден адам жатыр, шеттегі де әйелдер екен. Бәрінің қолдары, мойындары байлаулы. Топырлап келген бұларды көргенде әйелдің бірі шыңғырып жіберді. Екіншісі оның бұтының арасына басын тығып сыңсый бастады. Есімбек, Сайды қайдасыңдар? Жауап жоқ. Қараман айқайлап жүріп, әр шұңқырға жарықты бір түсірді. Арғы жақтағы шұңқырда бір-бірін арқаларын сүйеп, бастарын төмен салбыратып отырғандардың бірі Есімбек болып шықты. Қараман оны әзер таныды. Оның екі жағы қушеп, көздері аларып кетіпті. Есімбек, мені таныдың ба? Қараманмын ғой. Есімбек басын көтерді, бірақ жауап бермеді. Құр сүлдері қалған ол. Қараманға мөлие қарап үн қатпай отыр. Сырайыл мен шырақтарды ұстап тұрайын. Есімбекті шешіп бері шығар. Бір он емес, бәрін шеш. Артық Пайзықты ұстап тұрды да Сырайыл шұңқырға секіріп түсті. Есімбек, бұл мен ғой, Сырайылмын. Біз сені босатуға келдік. Есімбек тағы селт етпеді, құдды бір есалаң адамдай. Қараманға бір, Сырайылға бір қарап, міз бақпай отыра берді. Тіпті ол жанында адам тұрау деп те ойламады. Оның бұлайша мәңгүрт күйде тұрғанына таңырқаған Сырайыл: Есімбек, Есімбек, есіңді жисайшы, келіп тұрған мен. Жоқ, бәріміз. Әне анау Қараман, артық ана жақта Шөңгібай мен Жүсіп бар. Жақсылап қарашы бізге, деп оның жағасынан ұстап селкіді. Есімбек бәрібір есін жимады. Сол мәңгүрт қалпы. Мұрын боғы аққан күйі жан-жағына бей-берекет алақ-жұлақ етіп тұр. Оны өз-өзіне келтіре алмаған Сырайыл Қараманға қарады. Бұл неге жауап қатпайды? Әлде миы айналып қалған ба? Есімбектің мына халін іші удай ашыған Қараман қолындағы таяқпен Пайзықтың басына бір ұрып шұңқырға құлатты. Досының кек үшін осыдан басқа амал таппағандай. Сырайыл, Есімбекті бері шығар, жанындағы баланы да анау екі әйелді бәрін шығар. Кетеміз бұл жерден. Есімбектен басқаларының естері сау екен. Мана қорыққан әйелдер бұлардың жөйт еместіктеріне енді көздері жетіп, шұңқырдан атып шықты. Тіпті біреу келіп Қараманды құшақтап жылап жіберді. Мың алғыс саған бауырым, мың алғыс, Құдай, бар екенсің ау. Екіншісі еңіреп Қараманға жабысты. Болды әпкелер. Жылауларыңды қойыңдар, кетейік енді бұл жерден. Артық Есімбекті қолтықтап жүр. Жаңа ғана апандардан босағандар көптен бері байлаулы жатқандықтан ба, аяқтарын әзер басады. Есімбек тіпті жүре алмайтындай халге жетіпті. Оны Артықпен Сырайыл мойындарына сып сүйретіп алды. Бұлар шұңқырдан сәл ұзай бергенде арт жақтан Пайзықтың дауысы естілді. Айналайындар ау, тоқтаңдаршы, қалдырмаңдаршы мені, бұл жерде сендерге әлі көмегім болатын шығар. Оның айқайына бәрі кілт тоқтасты. Пайзық әп-сәтте қастарына келді. Сырайыл, мына сұмды ұрып соғып кетуді ойламаппыз ғой. Есімбектің мына ахуалын көргенде сыртқа тезірек шығудан басқа миыма ештеңе келмепті.
Есімбекті жібере тұрыңдар, үшеулеп таяқтайық. Мыналардың осында күйге түсуіне мұның да қатысы бар. Тоқта, Қараман, тоқта. Осы үңгірде бір уыс алтын һәм бірталай пұл жасырулы. Соларды тауып берсем өлтірмейсіңдер ме, деді Пайзық дірілдеп. Сенің алдауыңа сенеді деймісің мені? Онда алтын мен пұл болса, бағана неге айтпайсың? Бізбен бірге қалайда далаға шығып алсам деп тұрсың ғой. Алтын ана жерде, мына жерде деп әншейін бізді алдап кең қашып кетуді ойлап тұрғаныңды мен сезбейді деймісің? Рас айтам Қараман, ешқандай алдамаймын. Керек десең аяғыңды сүйіп құлың болайын. Алтын мен пұлды өзім көрсетемін. Олар қай жерде? Анау шорастар жатқан жерде. Алтынды олар білетін бе еді? Шорас қана біледі. Айда жүр, көрсет оларды. Әй, тоқта, мына Есімбекті арқалап ал. Бәсе, осыған арқалатып қояйық та, деді Артық. Арқалайын, деді Пайзық өзінің тірі қалатынына қуанып. Бірақ Қараман, айтшы, алтын мен пұлды тауып берсем өлтірмейсіңдер ғой? Алдымен сөзіңнің растығына көз жеткізіп алайық та. Алайда жалған айтқан болсаң, өлімнен құтылу жоқ саған. Айттым ғой, алтын мен пұл бар деп. Оларды тауып беремін. Мына баланы шақырға дейін көтеріп апарамын. Бұл Есімбекті осылай арқалап жүрсін. Артық, Сырайыл, сендер бұның бірінің алдында, бірің артында жүріп отырыңдар. Қараман мақұл, Пайзық Есімбекті көтерсін. Ал біз бір нәрсені тағы ұмытып бара жатырмыз. Сәйді қайда? Оны неге іздемейміз? Бұл үңгірдің тағы бір шетінде адамдар бар шығар, деді Артық. Оппа, Есімбектің адам танымастай түрін көріп, абдырап қалғаннан соң шынында басқа нәрселердің бәрін ұмытыппын ғой, масқара. Сәйдіні естен шығарғанымыз қалай? Пайзық, тоқта. Үңгірдің басқа жерлерінде адамдар бар ма? Біздің тағы бір досымыз көрінбейді. Үңгірде осылардан басқа ешкім жоқ. Мен білем, мұнда осы алтауымыздан басқа жан жоқ, деді әйелдің бірі, Пайзықтың сөзін қостап. Сосын Есімбекті көрсетті. Мына баланың жанында осы сияқты ұзын біреу бар еді. Анада оны жөйттір әкетіп қалған. Пайзық, түсір Есімбекті. Сендер Сәйді деген баланы қайда жібердіңдер? Біз мұнда қамалған адамдардың аттарын сұрамаймыз ғой. Осыдан 2 айдай бұрын Құраба мейрамында осы жердегі бір баланы жеп қойғанбыз. Жоқ, оны жеуге мен қатыспағанмын. Шорастар жеген. Мен онда піскен жақта едім. Пайзықтың даусында діріл бар, тағы қорқып кеткен сияқты. Қараман болса, оғанда достарына да не айтарын білмей үнсіз тұр. Сәйдінің ұзын екені рас. Мына елдің айтып тұрғаны сол Сәйді болса керек. Бірақ кім біледі, жөйттердің қолына түсетін балалардың ішінде ұзын бойлысы аз болмайтын шығар. Дегенмен оны жөйттер жеп қоймаса, осында болуы тиіс еді. Демек, ол жазған ендігі жоқ. Қараман Сәйдіні өлімге қимады. Пайзықты тағы біраз қинап көрсем екен. Бәлкім үңгірде адамдар қамалатын басқа да апандар бар шығар. Пайзық. Қараманның үңгірді жаңғыртып жіберген қатқыл даусынан айналадағылардың бәрі селт етті. Тіпті бағаналы бері мәңгүрт кейіпте келе жатқан Есімбекті дір етіп бұған қарады. Алайда оның мұнысын жанындағылар сезбеді. Пайзық, сенің алтының да пұлың да бізге қажеті жоқ. Мен сені өлтіруді ұйғардым. Қане жігіттер, қошаңдар мұны. Сырайыл мен Артық таяқтарын көтеріп Пайзықты ұруға дайындалды. Осы кезде Есімбек Қараман деп міңгірледі. Пайзықты сабап тастауға дайындалып, дыбыс шығармай тұрғандардың бәрі оның сөйлегенін анық естіді. Ойбай-ау, мына бала сөйлеп кетті ғой, деді әйелдердің бірі. Артық оған жетіп барды. Есімбек, тағы сөйлеші, Қараман көрдің бе? Ана Сырайыл шырақты бір әйелдің қолына беріп қойған еді. Сол шырақтың жарығы Пайзықтың бетіне жарқырап түсіп тұрған. Есімбек өзіне жетіп келген Артыққа бір қарады. Сені танимын ғой, сен Артық емессің бе? Мынау жейт анада Сейдіні бауыздап, менің көзімше қан ішкен, деді ап-анық сөйлеп. Оның табан астында қалай сөйлеп кеткеніне ой жібермеген балалар жаңағы сөзіне қызынып кетті. Оларды Сәйді үшін кек алу болды ма, кім білген? Есімбек, Сәйдіні сойған тура осы жейт пе? Оны танып тұрсың ба? Басқа біреумен шатастырған жоқпысың? Анықтап қарашы, соның өзіме, деп жан-жақты сұрақ жаудырды. Есімбек Пайзықтан көзін алмай тұр. Осы, анық танып тұрмын. Өзінің енді ажалдан құтылмасын білді ме, Пайзық атылып кеп, шырақ ұстаған әйелге жабысты да шырақты оның қолынан тартып алып жерге бұрырды. Шырақ лып етіп сөнді. Айналаны лезде көрдей қараңғылық басты. Осы мезет Артықтың ойбай деген дауыс шықты. Артық, не болды? Жаңағы сұм жейт қайда кетті, деп Қараман жан-жағына қарманды. Сөйтіп тұрғанда Сырайылдың үні естілді. Ойбай, кім мені ұрған? Пайзық қой бізді ұрған. Ол менің таяғымды тартып алды. Енді абайлаңдар, деп айқайлады Артық. Кеуірт, кімде бар? Менде болу керек еді, қайда кетті бәле? Тапты міне. Сырайыл жарқ еткізіп кеуірт жақты. Шырақты жақ, тез бол, Пайзық қайда? Сырайыл анадай жердегі шырақты көтеріп тұтатты. Пайзық жоқ. Әлгінде ғана байлаудан босанған адамдардың Есімбектен басқасы бастарын қолдарымен жауып жерде жатыр. Сірә Артық пен Сырайылдың айқайларынан үйленіп кетсе керек.
Сұм пайзық лезде жасырынып үлгерген ба? Шынында Қараман ол демде қай жаққа зойыта қалды. Шырақ жалп етіп сөнгенде қолымнан таяғымды жұлып алды да онымен арқама салып жіберді. Сырайыл, сен қай жеріңнен ұрды? Таяқ иығыма тиді. Басыма тимегеніне шүкір, ойымнан алар неғып жатыр жерде, тұрыңдар ей. Жатқандар бір-бірлеп тұра бастады. Ессіз қалғыр жөйтір бәрімізді тағы ұстап қала ма деп жанының қалмағанын қарашы. Жүріңдерші кетейік, бұл жерден тезірек. Иә, енді болмаса жүрегіміз ұшатын шығар, деді әйелдер. Есімбектің мына сөйлегені енді есіне түскен Қараман бұған қарады. Есімбек, сен жаңа сөйлеп кеттің, иә, міне жігіт жарайсың. Қараман оны құшақтай алды. Артық пен Сырайыл да оған жабысты. Өздерінің әлі де қауіпті жерде екендіктерін бір сәт ұмытқан балалар Есімбекті құшақтап айқайласып мәз болды. Аздан кейін өздігіңнен жүре аласың ба деп сұрады Қараман одан. Аяқтарым бастырмайды, оқасы жоқ, өзіміз көтеріп жүреміз. Шаһарға барған соң тәуіп шақырып аяқтарыңды жазып аламыз. Осы жөйттерге сол тәуіптер арқылы тап болған жоқ па едіңдер? Қараман артықтың сөзіне жауап бермеген күйі жанындағы әйелдерге бұрылды. Сіздердің аттарыңыз кім? Оларды біліп алған соң еркектерге қарады. Еркектердің бәрі бағана өздері құралпы бозбалалар болып көрінген сияқты еді. Енді бажайлап қараса, оның бірінің бойы қысқа болғанмен тым ересек кісі екен. Ал біреуі 30-да алқамдап қалған жігіт сықылды. Бәлкім мына қапаста байлаулы күйде көп жатқандықтан жүнжіп, түсі үлкенде болып көрінген шығар деп ойлаған бұл. Олардың жастары мен тұрақтарын сұрады. Расында, ол екеуінің жастары өзі ойлағандай болып шықты. Үшіншісінің жасы 13 екен. Әзірше сіздерден басқа ештеңе сұрамаймын. Иә, сұрауға да уақыт жоқ, қазір мына қапасынан тезірек шығуға әрекеттенуіміз керек. Соңымыздан еріңіздер. Егер бірдеңе бола қалған жағдайда, жаңағыдай жата кетпей бізге қосылыңыздар. Мына шырақты ұстап алда жүрейік. Ал Сырайыл, Есімбекті көтеретін пайызы қашып кетті. Оны енді өзің алып жүр. Бұл жерде байлаудан босағандар не ойлағандарын кім білсін, бірақ бір анығы, олар қанша қорықса да Қараманның айтқанын істеуден басқа амалдары жоқты. Сондықтан оның соңынан үн-түнсіз ілесті. Бұлар бағана төменге түскен жолдарымен қайта жүріп, екі баспалдақтан көтеріліп жоғары шықты. Шыққан жерлерінде шырақ жанып тұру керек еді. Мұнда сілейген жөйттерді қарауылдап, Шөңгібаймен жүсіп отыру керек еді. Бірақ онда шырақ жағы да, ана екеуі де көрінбеді. Шырақ жарығын алға түсірген Қараманның көзіне бірінші сұлаған Шөңгібай көрінді. Оның ар жағында жүсіп жатыр. Екеуінің де тамақтары осылып сойылған. Шөңгібайдың көздері жұмылмай қалыпты. Тілі тістеулі. Екі қолымен аяқтары екі жаққа жаюлы. Ал жүсіп қырынан құлаған. Оның да көздері ашық. Ал ар жақтағы жөйттердің бір-екеуі жоқ сияқты. Мұны көргенде Қараманның жүрегі тас төбесіне шықты. Бағана Сіргелідегі зынданда қашқан баланы бауыздап қанын сорған жөйт шалды көргенде сондай күй кешкен еді. Онда шалқасынан құлай жаздаған. Бұл жолы сәлде болса өзін-өзі ұстады. Дегенмен мына сұмдық көріністен тілі байланып міз бақпады. Сырайыл мен Артық та сондай кейіпті кешті. Кешкендері сол сүйемелдеп көтеріп алған Есімбекті ұстап тұра алмады. Ал жандағы әйелдер мен еркектер өзара күбірлесіп, өліктерге қарай алмай теріс айналды. Қан майданға араласып талай өлікті көріп жүрген ер жүрек батырдың өзі мынадай тосын көрініске абдырап, бір сәт өзін-өзі билей алмасы хақ. Ондай батырдың жанында бұлар кімдер? Оның үстіне өздерінің жақын серіктерінің өліп жатқан көзбе-көз көргенде кім болса да естен адасарлықтай хал кешері анық. Десек те қадірлі оқырман, Қараманның өн бойы кәдімгі қам сүт емген пендеге тән ет пен сүйектен жаралған болса да, Құдай оған ерекше ұрық берген хикаямыздың басында талай жазған едік. Кім қалай ойласа да мейлі, біздің басты кейіпкеріміз қаһарман Қараман қандай жағдайға тап болса да, морт сынып не істерін білмей адасып қалатын осал жан емес. Оған біткен құдіретті күштің ең бір мықтысы қалыптасқан жағдайдан шығатын жолды тез табатындығы. Сонымен қатар, сондай жағдайларға тез бейімделіп, нақты шешімді жылдам шығара алатындығы. Қарамаңдар бұларға, тысқа шығайық, еріңдер соңымнан, деді бірінші ес жиған Қараман. Сыртқа бастайтын жолға түскен он соны басқаларының бермеуге шамалар жоқтын. Бұлар тез-тез басып, шығар тесікке келсе, қақпа жабық. Қараман қақпақты жоғары итеріп еді, ашылмады. Содан Сырайыл Артық қосылып көтерісті. Қақпақ сыртынан ауыр затпен бастырылып қойылған ба, қимылдайын демейді. Шөйлеп қанша әуреленсе де ештеңе шығара алмады. Әрекеттерінен түк шықпай, амалдары таусылды. Енді қайтпекпіз, деді Артық таусыла күрсініп. Қараман үндемей тұр. Тұрған жерлері кеңдеуді жер емес. Бәрі еңкейіп әзер тұр. Оның барлығы Пайзақтың ісі, деді аздан соң Қараман. Нәлеті жөйтті бағана өлтіре салу керек еді. Оның осында алтын мен пұл бар дегеніне сенген біз де ақымақпыз, қап итай.
Осы жолы айласын асырып кетті-ау. Менің ойлап тұрғаным ол мына қақпақтың сыртына не нәрсе бастырды. Шөуіміз көтере алмай жатырмыз. Демек бірнеше дәу тастарды үйіп қойды-ау деймін. Бірақ оған қалай үлгерді? Басқалар жым-жырт. Әркім өз ойларымен әуре. Айтпақшы ол бағана үңгірге төбеден кіретін тағы бір тесік бар деген жоқ па еді? Соны іздеп көрейік те. Ол шынында бар ма екен Қараман? Оны қалай табамыз? Сен артық жаман ырымды бастама. Ана өліктер жатқан орта үңгірге қайта барайық. Сол жерге келетін тағы бір жолды іздейік. Төбе тау секілді үлкен емес қой. Шығар тесікті бір табармыз. Бәрі келген жолдарымен кері қайтты да төбеге шығатын жолды оңай тапты. Ол кеңдеу екен. Бәрі қиналмай қақпаққа жетті. Қараман қақпақтың байлауын шешіп жоғары көтерді. Сыртқа шығатындарына көздері жеткен бұлар ух десті. Қараман бірінші болып шыға берген, бірақ дәл жауырыннан тиген соққыдан төменге домалап түсті. Домалағанда арттағы Сырайылдың үстіне құлады. Ей, не болды? Неге құлап түстің? Соққыны ауырсынған Қараман жауап беріп үлгергенше қақпақты біреу сарт жапты. Кім-ей, кімсің ей, қақпақты жапқан деп таңдана сөйледі артық. Түсінбей тұрсыңдар ма? Сыртта біреу тұр ғой. Мені таяқпен ұрып ішке құлатып жіберді. Айда, жабылып қақпақты көтерейік. Әйтпесе мұның да үстіне бір нәрсе бастырып ашқызбай қояр. Қараман алға ұмтылды. Қақпаққа жете салысымен оны сыртқа итеріп жіберді. Қақпақ оп-оңай ашылды. Аз кем үнсіздіктен кейін серіктеріне бұрылды. Сен екеуің таяқтарыңды оңтайлап менің соңымнан атып шығыңдар. Сырттағы кісі қайсымызды ұрарын білмей қалсын, деп сыбырлады да өзі көз ілеспес жылдамдықпен сыртқа атып шықты. Жау үңгір жиегінде тұр екен. Қараман сыртқа атылғанда таяғымен мұны қойып қалды. Жылдам секірген ол таяқты тигізбеді. Ананың таяғы үңгір аузына жиегіне тиді. Атылған кезде домалап кеткен Қараман орнынан көтерілгенде көргені үңгірдің жиек тұсында екі кісі болды. Ештеңе ойланбастан солайға қарай секірді. Аналардың бірі сәл кейін шегінде бұған қарап таяғын кезенді. Кел, басыңды кесіп қаныңды ішейін. Оның Пайзық екенін даусынан таныды. Әп сәтте бойын ашу билеген Қараман көзіне одан басқа түк көрінбей онымен таяқтаса кетті. Екеуі де таяқтарын қылыш секілді сермесіп ары-бері секіріп жүр. Пайзық та жылдам екен, қалыспай айқасып жатыр. Бұл кезде Артық пен Сырайыл сыртқа шығып үлгерген. Мезгіл түн болса да төбе үсті үңгір ішіндегідей тастай қараңғы емес. Кімнің кім екенін ажыратуға болады. Пайзықты оларды таныды. Дегеннен-ақ оған жабыла кетті. Сырайыл ешбір тәсіл қолданбай Пайзыққа таяғын кезеніп жүгіріп барған. Шапшаң қимылын көрсеткен Пайзық оны таяғымен салып жіберді. Құлап түскен Сырайыл төбе басына төмен қарай домалай жөнелді. Оны көрген Артық бір орында тұрып қалды. Бәрекелді Пайзық, енді мына екеуіңді домалатып таста, деген дауыс шықты арт жақтан. Осы кезде Қараман дауыс шыққан жаққа көз қиығын тастап еді, жайпаңды төбе басының жиегінде бір кісі отыр екен. Оның Пайзықтың манағы серік екенін білді. Онысы тура кеп өзіне жабылардай көрінді. Артық, анаған қарсы шық, екеулеп маған жабылып кетпесін. Артық кері бұрылып отырған әлгіге қарай жүгірді. Осы мезет Пайзық айқайлап тұрып Артыққа ұмтылды. Таяғымен оны ұра бергенде Артық таяғын тосып үлгерді. Қараман секіріп барып Пайзықтың басына салып қалды. Тая тура қақ төбесіне тигенмен құламады. Ары қашты. Қараман қолай жүріп ұрам деп ойлаған. Дегенмен анау пәле бірде-бір таяқ соққысын тигізбей олай бір бұлай бір қаша түсті. Ойбай, ұрма мені, мен жаралы адаммын деген дауыс естілді бір кезде. Қараман бұрылып қараса Артық әлгі отырғанда аямай соққылап жатыр екен. Отырғанның бағаналы бір неге төбелеске араласпағандығын Артық оған ұмтылғанда Пайзықтың неге жындана айқайлағанын Қараман енді ұқты. Анау жүйт жаралы екен. Жаралы болғанда бағанағы ұйқыдағы кездерінде өздері әбден соққылап тастаған жөйттердің бір екендігін білді. Төбе басындағы жайпаңдау жер қанша дегенмен төбелес үшін тар. Сол жайпаңдау жерді тар жас жігітше арда берді секірген Пайзық енді өзінің ұтылатын білді ме, әлде өліп кетсем де біреуіне кек алып кетейін деп ойлады ма, аз уақыттан соң Қараманға тіке шапты. Қараман оны таяғымен құлаштай ұрды. Соққы ананың тура бүйрек тұсына тиді. Пайзық бұл жолда жанкештілік танытып құламады. Деп ауырсынған үн шығарғанымен шапшаң әрі секіріп кетті, лезде Артыққа жетіп барды. Артық ол келіп қалады деп ойламаса керек. Отырған жөйтті сілейте салып сабап жатқан. Ту сыртынан келген Пайзық оны екі ұрып домалатып бастады. Ол домалап түскенде Пайзық оған тағы ұмтылған. Әйтсе де бүйір тұсынан келген Қараман жүгірген оның екі аяғының арасына таяғын сұғып жіберді. Таяққа шалынған жөйт етпеттей құлады. Қараманға да керегі осы еді. Пайзықты бас көздемей сабап берді. Бағаналы бері еш соққыны дартпай арыдай берді қашқан Пайзықтың шамасы осымен бітті. Соққыларды көтере алмай сілейді. Қараман ұрын тоқтатып Артыққа қарады. Артық бұл кезде орнынан тұрып үсті басын қақты. Жарайсың Қараман, шайтанға ұқсап лыпылдаған пәлені ақыры сілейттің ау. Ал мынаусы әлі тұр.
ұрып басын қақ айырып тастайын ба? Ол сөйлеп бола бергенде етек жақтан ентігіп Сырайыл жетті. Өзінің таяқ жеп төбе басынан домалап кеткеніне ұялатын тәрізді. Қалай домалап кеткенімді білмей қалдым ғой. Есімді етекке барғанда бірақ жидым. Әлгі Пайзық патшағар қайда? Ой, сілейтіп тастағансың ба өзің? Тірі ме әлі? Тірі болса шыңғыртып тұрып енегін кесіп алайын. Қараман ентігін басып өз-өзіне келді. Бұл уақытта Сырайыл Пайзықты түрткілеп, оның өл-тірісін тексеріп тұрған. Жөйт алғашқыда талып қалып, кейін ес жиғанын білдірмей жатты ма, жоқ әлде басқа ойы болды ма, әйтеуір Сырайыл түрткенде үндемеген еді. Бірақ өзінің тірі екендігін бәрібір Сырайыл сезіп қоятынын ойлады ма? Ой бала, қатты түртпесейші деді жай ғана. Ой Қараман, мынау әлі тірі ғой. Осылай айқайлаған Сырайыл Қараманға бір бұрылып қайтадан Пайзыққа бет бұрған. Жазған шегініп үлгере алмады. Орнынан жартылай көтерілген Пайзық оның ішіне пышақ сұғып алды. Сұққанмен қоймай оны өзіне тартып құлатты. Сырайылдың ішінен аққан қанды жалауға әрекеттенді. Ішіне пышақ кірген Сырайылдың жан дауысы шықты. Қараман мен Артық жалт қарағанда Пайзық оның ішін жалап жатқанын көрді. Екеуі де атып тұрып Пайзықты сабасына кеп, содан қашан өлгенше сабады. Артық оның қолындағы пышақты алып тамағынан осып жіберді. Енді шын өлген шығар ит. Қараман Сырайылды беті сүйреп ыңғайлы жерге жатқызды. Ол әзер демалып жатыр. Бауырым-ау, қалай байқамадың? Оның қолында пышақ бар екен. Мұны ұрып тастағанда мен де ойламаппын ғой. Бұл сұмның қойны қоншын тінтуді. Білмей қалдым Қараман. Қалай тез қимылдады ол. Қараман, мен үйге қайтқым келеді. Апамды көрсем ғой. Бірақ ол баяғыда өліп кеткен. Сырайылдың өзгеше үнмен әзер сөйлеп, бірте-бірте талықсып бара жатқан көргенде Қараман мен Артық еңкілдеп жылап жіберді. Бұлардың бұлай жылаған Сырайыл сезді ме сезбеді ме белгісіз. Ал Қараман Артық оны кезек-кезек құшақтап ұзақ қайғырды. Бір кезде шеткі жиектегі Жөйт ой жаным-ай деп шыңғыр айқайлады. Жылап отырған екеуі сол айқайдан селт етті. Селт етті орындарын ат тұрып, таяқтарын қолдарын алды. Қумай қоя тұрайық, Артық, бұдан сұрайтын біраз нәрселер бар. Екеуі Жөйтке жақындағанда ол айқайлап жіберді. Өлтірсеңдер, тезірек өлтірсеңдер, неге қайта-қайта сабай бересіңдер? Не керек өздеріңе? Сен өлуден бұрын мынаны айт, үңгірдегі біздің достарымызды кім сойды? Оны істеген мен емес, мына түрмен қалай адам соямын? Пайзық екеуінді жайратқан соң, олардың қандарынан бір-бір рет ұрттап алды да, мені сүйемелдеп далаға шығарды. Төмендегі қақпақтың үстіне немен бастырдыңдар? Пайзық дәу-дәу 4-5 тасты дөңгелетіп бастырып қойды. Оған әлі қалай келді? Қан ішкен соң күшейіп кетті де, сенің атың кім? Шорас. Сәйдіне жеген сендер ғой. Сәйді дегенің кім? Қараман оған жауап қатқысы келмеді. Оның басынан таяқпен салып қалайын деп іштей кіжініп тұрды. Айтшы, өлгің келе ме, келмей ме? Кімнің өлгісі келеді дейсің? Онда мынаны айт. Бағана Пайзық осы үңгірде алтын мен біраз пұл бар деп еді. Егер соларды тауып берсең, өзіңді тірі қалдырамын. Оларды бағана Пайзық өзімен бірге алып шыққан. Бірақ төмендегі қақпақты жапқанда сол маңның бір жеріне жасырды-ау деймін. Төбеге көтерілгенде қолында түйіншек жоқ болатын. Жасырған жерін шамалап болса да көрсете аласың ба? Көрсете алатын шығармын. Артық, анау жатқан Пайзықтың белбеуін шешіп, мынаны байлап таста. Біз серіктерімізді жерлеп болғанша осында жатсын. Мені байламасаңдар да болады. Мына халіммен қайда қашамын? Артық Қараманның айтқанын орындап оны байлады. Содан үңгірден әлі шықпай отырған адамдарды сыртқа шығарды. Біз өз адамдарымызды жерлеп болғанша осында отыра тұрыңыздар. Жұмысымызды аяқтағанша таңдатар. Содан соң кетеміз. Содан Артық екеуі аз кем сөйлесті де үңгірге қайта түсті. Жүйттер сұлаған жерден күрек кетпен тауып алып, Жүсіп пен Шөңгібайды сыртқа шығара алмады. Оларды үңгірдің бір жеріне көмді. Ал Сырайылдың мүрдесін төбенің басына қазды. Сөйтіп бір күнде 3 серігінен айырылған Қараман мен Артық алдарына жаралы Жөйтті, соңдарына қапастан босаған адамдарды салып, Есімбекті сүйрелеп етекке түсті. Бұл кезде аппақ болып таңдатқан. Жігіттер, күндіз шаһарға жүре алмаймыз. Мына Есімбек пен Жөйтті бізге алып жүру қиын. Бір жүргіншілердің көзіне ілігіп қалсақ, басымызды қауіпке төнуі мүмкін. Оның үстіне өзіміз әбден шаршадық. Сондықтан да үңгірдің ішіне қайта кіріп тығылып тұрайық. Ойбай-ау Қараман, бізді керуен сарайдың қожайыны іздейді ғой. Біздің кім ей сенің? Артық, жалғыз қалған жоқсың ба? Одан соң енді керуен сарайды ұмыт. Айтпақшы, бағана біз осында Құдайбергенді қалдырып кетіп едік қой, ол қайда? Ей Шорас, мына Байзық екеуің сыртқа шыққанда осында отырған баланы көрмедіңдер ме? Біз шыққанда үңгір аузында бір бала ұйықтап отыр екен. Оны Пайзық бауыздап өлтіріп қойды. Өлігі қайда? Пайзық оны біраз жерге сүйретіп тастаған, бірақ алысқа апара қойған жоқ. Түйіншекті шамамен қай тұсқа түсті? Мына жерде отырдым. Ол өлікті батыс жаққа сүйреледі.
Одан келген соң түйіншекті алды да төбенің мына етегіне қарай кетті. Сонда әп-сәтте келіп қалды. Демек оны да алысқа тықпады. Құдайберген мен Алтынды кейінірек іздейміз. Қазір артық қақпақтың үстіндегі тастарды итеріп тастайық. Мына адамдар ішке түсіп отыра тұрсын. Артық екеуі үңгір аузындағы қақпақтың үстіне үйілген дәу тастарды жылжытып тастады. Оны болғасын қақпақты ашты да адамдарды төменге түсірді. Жүр Артық, екеуміз Құдайбергенмен пайызық жасырған түйіншекті іздейік. Алдымен Шорасының көрсеткен бақыты бойынша жүріп Құдайбергенді тауып алды. Ол кішкентай жыраның ішінде етпеттей жатыр екен. Қараман оны көтеріп шалқалай жатқызды. Жейт тұра тамағынан сойыпты, бет-аузы мен кеудесінің бәрі қан. Қараман терең күрсінді. Жаңа кетпей ме күректі төбе басына қалдырып кетіппіз ғой. Сен барып соларды әкелші, байғұсты осы күйінде көме салайық. Көзінен пыр-пырлап жас аққан Артық сөзге келместен төбе басына жүгіріп кетті. Көп уақыт өтпей қайта оралды. Екеуі үн-түнсіз жер қазып Құдайбергеннің мәйітін жапты. Былтыр шаһардағы Көксарайдың жанында біреулер өлтіріп кеткен кісінің өлігін көріп жаным қалмап еді. Бүгін талай өлікті көріп мәйітке тіке қарауға да үйреніп қалғандаймын. Ой Алла, осыны біреуге айтсам сенбейтін еді-ау. Амал нешік Артық. Құдай бізді осыларды жерлесін деп тірі қалдырған шығар. Осылармен бірге шет болып кетсек те артық болмас еді. Бірақ бәріміз осында жер жастанып қалсақ, шаһарда өріп жүрген жөйттерден кім кек алмақ? Ұмытпа Артық. Бүгіннен бастап ата жауымыз жөйттер болсын. Бүгін о дүниелік болған достарымыздың атынан осыған серт берейік. Осы жөйттерден шейіт болып кетпесем, барлық жөйттерден кек алуға ант етемін. Мен де ант етемін. Анттасқан екеуі Құдайбергеннің моласының басына тізе бүгіп біраз отырды. Іштерінен бірдеңені күбірлесіп бет сипаста орындарынан тұрды.